Сәлем баршаға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында KFC дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым ғана. Видеоны соңына дейін қарап, пікір қалдырып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі осылай тауық аяқтарын жақсылап тазалап жуып алдым. Бізге паприка, тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, сұйық май және суық су қажет болады. Таза ыдысымызға тауық аяқтарын салып, үстінен паприкамызды салып аламыз. Оның үстінен тұзымызды, қызыл бұрышты саламыз, қара бұрыш, сұйық майымызды құйып аламыз. Және де суық суды құйып алатын боламыз. Мен суды екі бөлікке бөліп құйдым. Суымыз бізде аяқтарды толық жауып тұру керек. Жақсылап араластырып аламыз. Толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөлімінде жазылады. Жақсылап араластырып болып, холодильникте кемінде 2 сағат ұстайтын боламыз. Ыдысымыздың беті жабық болу керек. Мен пакетке кигізіп қойдым. Енді біз панировкасын дайындап алатын боламыз. Алдын ала өлшеп алған ұнымызға тұзымызды және паприкамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Менде тауық аяқтары 6 сағат көлемінде тұрды холодильникте. Енді бұларды суынан сырғытып алып, панировкамыздың бетіне дәл осылай жайғастырып шығатын боламыз. Барлығын дәл осылай шығарып алатын боламыз. Енді тауық аяқтарын дәл осылай ұнға аунатып аламыз. Он міндетті түрде барлық жеріне тиюі керек. Міне барлығын дәл осылай ұнға малып алдым. Енді біз сұйық кляр жасайтын боламыз. Бір жұмыртқамызға тұзымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды салып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Су құйып алып, араластырамыз. Бізде клярымыз сұйықтау болғаны жақсы. Мен тауық аяқтарын екі түрлі әдіспен пісіріп алдым. Бірінші түрі ол жұмыртқадан жасалған клярмен пісірдім. Ал екінші түрін өзінің маринадталған суына малып алып пісірдім. Табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға жұмыртқалы клярмен дайындалған тауық аяқтарын салып алатын боламыз. Өздеріңіз көріп отырғанда ең алдымен панировкаға, одан кейін жұмыртқалы клярға, кейіннен қайтадан ұнға жақсылап малып алып, қызып тұрған майымызда дәл осылай екі бетін пісіріп алатын боламыз. 5-6 минут көлемінде жақсылап қызартып пісіріп алатын боламыз. Бізде дәл осылай әп-әдемі болып пісіп шықты. Енді бұларды алып, ыдысымызға жайғастыратын боламыз. Енді екінші әдіспен дәл осылай өзінің маринадталған суына батырып аламыз. Және де осылай ұнымыздың бетіне қайтып қоямыз.
ұнымызға жақсылап осылай аунатып алып, қызып тұрған майымызда қызартып пісіріп алатын боламыз. Екеуінің дәмі де өте керемет болады. Дәл осылай екі бетінде қызартып қорып аламыз. Қалған тауық аяқтарында дәл осылай пісіріп алдым. Осымен біздің үй жағдайындағы кепселеріміз дайын. Сіздерге бөліп көрсететін боламын. Іші де өте әдемі болып піскен. Дәмі деген өте керемет. Видео ұнады деген ойдамын. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Назарларыңызға көп рахмет.